Достар, бүгін мен сіздерге скоринг туралы түсіндіретін боламын. Кредиттік скоринг дегеніміз не? Егер сіз кредит алатын болсаңыз, немесе ипотекаға дайындалатын болсаңыз, міндетті түрде скорингтен өтіп алғаныңыз дұрыс. Ол жерде сіздің кредит алатыныңыз туралы, қалай алуға болады ма, ала аласыз ба, сол туралы мәлімет шығады. Ол үшін міне Google-ға мкб скоринг, кредитный скоринг деп жазсаңыз, осы сайт ашылады. Міне ID mkb.kz деген осы сайтқа кіресіз. Жеке тұлға болып кіресіз. Эцпамен қазір өзімдікін тексеріп көремін. Өзіміздің эцпамізден кіреміз. Осы жерде кредиттік есеп алсаңыз да болады, жеке есеп, кредитный отчет. Және бұл жерде сіздерге көрсетейін деп тұрғаным кредиттік скорингтер деген жеке тұлғаларға арналған скоринг. Сіздің иініңіз шығады, қол қойып есепті көру деген сразу, немесе SMS арқылы, SMS код жазу арқылы көруге болады. Мен қол қойып тексеру арқылы аламын. Міне уже дайын болады. Менікі мысалы С деген бөлімге тұр. С 69. Бұл қалай? С деген жарамды ма, жарамсыз ба? Бұл скорингтік балл 1-ден 100-ге дейінгі дейді. 1 өте нашар, 100 өте жақсы дегенді білдіреді. Сонда менікі 69 бұл орташа. С максималды тәуекелді білдіреді дейді. Алуға болатын деген сөз. Ал егер G болатын болса, өте төмен несиелік қабілеттілік. F болатын болса, төмен несиелік қабілеттілік. Бұған берілмейді. Қанағаттанарлық несиелік қабілеттілік. E болатын болса, бұған да берілмейді. Қанағаттанарлық. Ал егер D, С, В, А болатын болса, бұл кезде міндетті түрде беріледі. 40-тан 60 бала аралығында болса, Д болады. 60 пен 80 бала аралығында болса, жақсы. Менікі қазір жақсы несиелік қабілет. Жоғары емес, не өте жоғары емес. Тек жақсы, орташа деген сөзді білдіреді. Осылай сіз скоринг арқылы сізге кредит шыға ма, или ипотекаға жіберсеңіз одобрение береді ма, соны осы арқылы білсеңіз болады. Егер кредитный историяңыз нашар болса да, ипотекаға алмайсыз мысалы. Сол үшін осылай алдын ала біліп алғаныңыз дұрыс. Видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, каналыма жазылып кетіңіздер. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.